Кеше біздің экономика министрінің масқарасы шықты. Әдемі сауалға жауап бере алмады. Осыдан бірнеше күн бұрын министр айтқан көрінеді. Сол 50 мың теңгеге мен мынау 4 адамнан құрайтын жанұямды азық-түлікпен қамтимын деп. Сколько в день мы тратим? Ну, наверное, на семью 50-60. Это в месяц? Да, как и мы все, это хлеб, молоко, сахар, там, ну, о чем здесь можно говорить? У нас такая же семья, как и у вас. Енді сол сұраққа өкінішке орай сол маслихатта, баспасөз маслихатында жауап қайтарудан бас тартты. Мен әлгі сендер мына ұсақ түйек сұрақтарды қоймаңдар, мен әлгі ұлттық жобалар туралы әңгімелеуге келдім деп. Как можно прокормить 4 человек на 50 тысяч и где вы, к примеру, закупаетесь? Спасибо. Спасибо за вопрос. Можно без комментариев, это не относится к сегодняшней тематике. Почему Благодарю. не относится? Нет, почему не относится? Вот смотрите, у нас сегодняшняя тема хорошо реализации нас проектов по устойчивому экономическому росту. Тогда я задам так, как можно прокормить семью на 50 тысяч тенге в месяц в рамках реализации проектов по устойчивому экономическому росту? Это вообще реально на 50 тысяч в месяц прокормить семью? Я извиняюсь, это прямо не связано с национальным проектом по устойчивому росту, поэтому спасибо за вопрос. Но ведь Асим, у нас Асим, тема связана всего хорошего. с экономическим Асим, подождите, ростом. пожалуйста. Асим. Айналайын министр мырза, сендердің әлгі ұлттық жобаларың тек қана дәретханаға қолдануға болатын ұлттық жобалар деп мен толығымен айта аламын. Мен сіздерге ұлттық жобалардың мысалы сипаттамасын келтірейін. Міне, тоқ бала деген ұлттық жобаны жариялауға болады. Сіздер білесіздер, бізде мынау балаларымыздың арасында, ересектер, жасөспірімнің арасында өз-өзіне қол салудан біз әлемде бір бестікке кіреміз ба, сондай масқара статистика. Мен ойлаймын, соның жартысынан көбі мектепке барса да, басқа жерге барса да аш жүргендіктен көбі содан өз-өзіне қол салады. Сондықтан сендер үкімет айналайын. 1-ші сыныптан бастап, сол 10-ші сыныпқа дейін бе, 9-ші сыныпқа дейін бе, сендер бүкілі оқушыларға тегін азық беріңдер мектепте, тамақ беріңдер. Сол үлкен ұлттық жоба болады. Сонда әлгі өз-өзіне қол салу да жоқтың қасына айналады деп ойлаймын. Және білім беру, білімді қабылдау деңгейі де бірнеше мәрте өседі. Екінші ұлттық жоба мысалыға бүкілі Қазақстанды газбен қамтамасыз ету. Қазіргі таңда өкінішке орай бізде Қызылорда облысы, батыста 1-1,5 облыс, Түркістанда жеңіл-желпі және Алматы облысы газбен қамтылған. Басқа облыстарда өкінішке орай газ да жоқ, көмір де жоқ. Жуырда ғана көріп жатсыңдар, бір әйел әлгі экскаватордың ковшында отырып жатыр, сол әлгі 5-6 көмір үшін. Бұл не деген? Бұл ұят нәрсе үкімет үшін. Менің ауылымда, солтүстік Қазақстанда, жалпы сондай ауылдар жылына мыңдаған куб қайыңды кеседі. Газ жоқ, айналайындар. Сондықтан міне екінші жоба сендерге. Ал жалпы кешегі мынау баспасөз маслихатынан келген ой, біздің Құдайға шүкір, мен де алатын журналистеріміз бар екен. Кәсіби журналистеріміз жоқ емес екен. Керісінше біздің үкімет мүшелері, министрлеріміздің деңгейлері өте төмен. Бәріміз де кеше соған куә болдық. Қайғырып көңіл айтам Қазақстан халқына. Осындай билігіміз бар. Шикі, шала сұрақтардан, жөнді қойған сұрақтардан бас тартып отырған, қашып отырған.